Hello, my friendo. How are you doing? Сіздермен бірге Жетіл және Айнар Teacher. Бұл Жетіл шолу айдарының екінші бөлімі. Ал біз бастаймыз. Бүгін біз поп-музыканың мега жұлдыз әнші қызымыз Taylor Swift және оның 11-ші альбомы. Я, ойлаңыздаршы, 11-ші альбомы The Tortured Poets Department туралы талқылаймыз. 2023 жылы Taylor Swift Time журналы бойынша жыл адамы атанған. Бұл атаққа үміткер болған Ресей президенті Путин, Қытай Халық Республикасының басшысы Си Цзиньпин, Ұлыбритания королі 3-ші Чарльз, және Барби ереуілге шыққан Голливуд актерлері мен сценаристерін басып озып шыққан. Себебі Taylor Swift өзінің әндері арқылы адамдарға керек болған бір қуаныш сезімін ұялатқан болатын. Шынымен де Taylor Swift'тің әндері және әндерінің өзі жазатын сөздері адамды таңғалдырады және ойландырады. Және оның әсіресе көркем әдеби сөздері, өлеңдегі идиомалары, неше түрлі қызықты тіркестер ағылшын тілін үйренуге одан ары шабыттандырады. Алайда бізде не бітпейді? Сын бітпейді, 2-3 апта бұрын шыққан Taylor Swift'тің альбомы, осы The Tortured Poets Department сынға қатты ұшырайды. Why? Себебі қандай? Оның алдыңғы әндеріне, альбомдарына ұқсайды. Одан кейін неге альбомде 31 ән бар? 31 әннің болу себебі оның ақша көбірек тапқысы келетін және неше түрлі бұрын альбомдарында болмаған profanity көп болды деген пікірлер болуда. Енді come on guys, don't have a green-eyed look, please. That's okay, that's normal. Маған өте қатты ұнады. Ән өзі ерекше мен үшін болды, әндері жанкүйерім болмасам да. So, I don't have a green-eyed look, guys. I appreciate әр адамның achievements'тарын. So, менен үйреніңдер, деп па? Окей, ол өзінің әндерінде өзінің бір вайбы бар, басқа әншілерге ұқсамайды және өлең сөздерінің өзінің өмірімен байланысты болғаны одан әрі өлеңдерін, әндерін тыңдауға шабыттандырады, қызықтырады. By the way, all of her lyrics were written by her. Қаншасын болса да, Spotify платформасында 1 billion streams жинаған әндеріне не дейсіздер? Және де Billboard Top 100 чартында бастапқы 14 орынды алып тұрған әндеріне не дейсіздер? Және сол чартта барлық альбомдағы 31 әннің болуына не дейсіздер? Айтпақшы, альбомда 31 ән бар. Мен бәрін тыңдадым. Жарайды, барлық жерде критицизм болып тұрады. Ең бастысы Don't Give Up. Ал енді альбомның атауына тоқталайық. Альбомның атауы айтып кеткендей The Tortured Poets Department. Қазақша аудармасы азапталған ақындар бөлімі. Неге солай аталады? Taylor Swift'тің экс-бойфренді актер Joy Alwyn бір жерде айтқан екен. Мен азапталған ерлер клубы деген топтық чатта тұрамын деп. Соған мысқыл ретінде Taylor Swift'та осы альбомын азапталған ақындар бөлімі деп атап, өзін осындай чатқа кіргізгендей болып тұр. Демек, осы бір кішігірім history арқылы біз осы альбомның Joy Alwynға, яғни экс-бойфрендға арналғанын байқаймыз. Pull the string and I'll tell you that he runs because he loves me. He loves me. Cause you shouldn't have seen him when he first saw me. My boy only breaks his favorite toys. Ең бірінші
екінші ұнаған ән My boyfriend only breaks his favorite toys. Яғни менің жігітім өзінің сүйікті ойыншықтарын ғана сындырады. Бұл өлеңнің мағынасы, яғни жігіт өзінің ойыншығын, яғни қызын қуыршақ ретінде пайдаланып, онымен ойнап, одан кейін тастап кеткені туралы айтылады. Енді әннің қызық өлең жолдарына тоқталсақ. But first pull the strings and I'll tell you he runs because he loves me. Pull the strings деген идиома бір жағдайды, бір адамды контрольде ұстау. Бірақ бұл идиома қайдан шықты? Pull strings talking doll деген қуыршақтар бар. Сондай қуыршақтардың арқасында жіптер бар. Жіптерді тартқан кезде ол қуыршақтар сөйлей бастайды. Басқа кездері сөйлемейді. Демек, Тейлор өзін сол қуыршаққа теңеп тұр. Яғни өзінің жігітінің контролінде болатын қуыршақ секілдімін дейді. Мені жақсы көретіндіктен қашатынын айтамын дегені нес? Оның мағынасы, оның экс-бойфренді Joy Alwyn ылғи да папарацциядан қашып жүретін. Және оның сондай қылығын Тейлор Свифт өздерінің екеуінің махаббаты үшін солай жасайтынын айтқанын мысқылдап жеткізіп отыр. Ары қарай, You should have seen when he first saw me дейді. Яғни біз біреуге кеңес берген кезде should plus verb конструкциясын қолданамыз. Мысалы, you should learn English. You should study жетіл. Бірақ өткен шақта болған іс-әрекеттерді басқаша жасау керек еді деп айту үшін біз should plus have plus verb 3 конструкциясын қолданамыз. Мысалы, you should have started learning English earlier. LOML әні енді әдемі. Бірақ sad. LOML деген love of my life, яғни өмірімнің махаббаты. Бірақ Тейлор Свифт өзінің әнінде LOML деген акронимге басқаша мағына береді. Бұл loss of my life мағынасы өмірімнің қазасы. Потеря деген сөзді қаза деп аударын. Потеря деп көзден ескертіп кетті. Бұл әнде тағы бір қызық тіркес бар. Ол Mr. Steal Your Girl. Оның мағынасы басқа бір жігіттен оның қызының артынан қалмай, оны тартып алу. Демек, Тейлор Свифт сол экс-бойфренді басқа біреумен қарым-қатынаста жүрген кезде оны өзіне қаратып алған сияқты көрінеді. And no matter what I've done, it wouldn't matter anyway. Ain't no way I'm gonna screw up now that I know what's at stake here. Last but not the least, Fresh Out of the Slammer деген әніне тоқталсақ. Slammer деген түрме, be fresh out of somewhere деген идиома бір жерден жаңа ғана келдім деген мағынаны білдіреді. Әннің қазақша аудармасы жаңа ғана түрмеден шықтым. Яғни Тейлор Свифт өзінің 6 жыл бойы жүрген жігітімен қарым-қатынасы түрме сияқты болғанын айтады. Және одан finally шыққанын туралы әнде айтады. Ain't no way I'm gonna screw up now that I know what's at stake here. Ain't no way деген ешбір жағдайда дегенді білдіреді. Бұл am is are plus not, do, does, did plus not, have, has plus not конструкцияларын білдіреді. Мысалы, it ain't me, it is not me. Ain't no way, there is no way. Толығырақ айтқан кезде. Бірақ мұнда not сөзі қайда деп сұрайтын болсаңыздар, бұл жағдайда екі негатив бірге қосылып, жаңағы сөйлемді одан ары әсерлі және эмоцияға толы қылдырып жасап жатыр. Gonna деген going to. Білсеңіздер, бұл be going to деген бір нәрсені жасайын деп жатырмын дегенді білдіреді. Мысалы, I'm going to play tennis, I'm gonna play tennis. Мен теннис ойнайын деп жатырмын. And also, screw up сөзі қызық және ең popular phrasal verb болып саналатын сөз мағынасы қателік жасау, сәтсіздікке ұшырау. Егер де сіз емтиханнан өтпей қалсаңыз, I screwed up this exam деп айтсаңыз болады.
Ең соңғы to be at stake деген идиома нені білдіреді деп ойлайсыздар? Комментарийге жазып кеттіңіздер. Ал сіздермен бірге болған Жетіл және Айнар Teacher. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып және достарыңызға тараттыңыздар. Келесі видеода қандай әншілердің әндеріне шолу жасағанымызды қалайсыздар? Жазып кеттіңіздер. Love you, bye! Бұл видеоны жүрегі жаралы, енді ғана айырылысып кеткен өздеріңіздің достарыңызға сондай бір ән арқылы поддержка керек достарыңызға жіберіңіздер. Бұл енді Тейлор Свифт емдейді ғой, не зря жыл адамы номинациясын алды деп. Не зря жыл адамы болды, сол үшін алды ғой. Өйткені ол емдейді.